Қайырлы күн, құрметті Сенат депутаттары және отырысқа қатысушылар. Жұмысымызды бастайық. Депутаттарды тіркеуден өтулерін сұраймын. Тіркеу режимі қосылсын. Қажетті кворум бар. Сенат отырысын ашық деп жариялаймын. Құрметті сенаторлар, енді күн тәртібін бекітіп алайық. Күн тәртібіне бір ғана мәселе ұсынылып отыр. Сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақтар жоқ. Олай болса, күн тәртібін дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі қосылсын. Дауыс беріңіздер. Нәтижесін экранға шығарыңыздар. Күн тәртібі бекітілді. Құрметті әріптестер, Еуразиялық экономикалық одақтың техникалық регламенттерінде талаптар белгіленбеген өнімнің Еуразиялық экономикалық одақ шеңберіндегі айналысының тәртібі және мұндай өнімнің қауіпсіздігін қамтамасыз ету қағидалары туралы келісімді ратификациялау туралы заң жобасы қаралады. Баяндама жасау үшін сөз сауда және интеграция министрі Сұлтанов Бақыт Тұрлыханұлына беріледі. Қайырлы таң, құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті сенаторлар. Сіздердің қарауларыңызға бірыңғай техникалық регламенттер қабылданбаған немесе күшіне енбеген Еуразиялық экономикалық одақ шеңберінде өнімнің айналыс және қауіпсіздігін қамтамасыз ету қағидаларын көздейтін ратификациялау туралы заң жобасы ұсынылады. Құжаттың негізгі мақсаты одақ аумағында айналыстағы барлық өнімдердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Бұл Еуразиялық экономикалық одақ туралы шарттың ережелерінен туындайды. Бүгінгі таңда айналысқа шығарылатын өнімнің 85% Еуразиялық экономикалық одақтың бірыңғай техникалық регламенттерімен реттеледі. Бұл тамақ өнімдерден бастап балалар индустриясының товарлары, жеңіл өнеркәсіп, машина жасау және басқа да өнімдер түрлерінің кең товар номенклатурасына арналған техникалық регламенттер. Ұсынылып отырған заң жобасында өнімнің қалған түрлерін реттеу қарастырылған. Біріншіден, бұл одақтың бірыңғай техникалық регламенттері қабылданбаған немесе күшіне енбеген өнімдер. Екіншіден, одақ деңгейінде өнімге қатысты міндетті талаптар белгіленетін өнімнің бірыңғай тізбесіне енгізілмеген өнімдер. Өнімнің бірыңғай тізбесі тұтыну және пайдалану кезінде қауіптілігі жоғары тәуекелдермен сипатталатын өнім түрлерін қамтиды. Бұл тізбе одаққа мүше елдердің және халықаралық тәжірибелерді ескере отырып әзірленген. Біз осы келісімнің реттеу объектісіне жататын товарлар номенклатурасына талдау жасадық. Негізінен бұл әлеуетті қауіп төндірмейтін өнімдер. Бүгінгі таңда оған қойылатын талаптар жоқ. Тізім үлкен емес, шамамен 15 позициядан тұрады. Мысалға айта кетсек, сағаттар, тұрмыстық щеткалар, жасанды әшекейлер және тағы басқа кіреді. Өнім туралы мәліметтерді ақпараттық базада жинақтау көзделеді. Олар тұтынушылар үшін қолжетімді болады. Ақпараттық ресурс нарықтағы жағдайда мониторинг жүргізуге және жаңа өнім түрлерінің пайда болуына жедел ден қоюға мүмкіндік береді. Бұл ретте келісіммен шығарылатын өнімнің қауіпсіздігін бизнестің өз еркімен қамтамасыз ету үшін икемді жағдайлар белгіленеді. Қауіпсіздікті қамтамасыз етудің жеткілікті шарты жарияланған стандарттарға немесе сынақтардың нәтижелеріне сәйкестігі болып табылады. Мұндай тәсіл бизнес үшін әкімшілік кедергілер тудырмайтынын атап өтеміз. Келісімді іске асыру мақсатында тәртіпті реттейтін өнім айналысы қағидаларының жобасы бүгінгі таңда әзірленді. Осы ережелермен кәсіпкер толтыратын құжатты және жоғарыда айтқандай осы құжат қабылданатын өнімдер тізімін бекіту қарастырылған. Қазір уақытта бұл қағидалар кең бизнес қауымдастықпен және Атамекен ұлттық палатасымен талқылануда. Жалпы алғанда жан-жақты түсіністік бар. Бүгінгі таңда одаққа мүше 3 мемлекет келісімді ратификациялау бойынша мемлекетшілік рәсімдерді аяқтады. Құрметті депутаттар, қорытындылай келе келісімді ратификациялау келесі мәселелерді шешуді қамтамасыз ететін атап өткім келеді. Мемлекет үшін барлық өнімнің қауіпсіз айналысын қамтамасыз етудің құқықтық шарттарына қол жеткізеді. Бизнес үшін
үшін адал кәсіпкерліктің кепілі болады, тұтынушы үшін сапалы өнімді таңдауға мүмкіндік береді. Аталғандарды ескере отырып, заң жобасын қабылдауларыңызды сұраймын. Назарларыңыз үшін рахмет. Рахмет. Әріптестер, заң жобасы бойынша сұрақтарыңыз бар ма? Сөз депутат Қаппарова Айгүл Жарылқасынқызына беріледі. Рахмет, құрметті Мәулен Сағатханұлы. Құрметті Бақыт Тұрлыханұлы, жалпы мен бұл заң жобасын қолдаймын. Осы келісімді ратификациялау барлық өнімнің нарықта қауіпсіз айналымын қамтамасыз етеді деп санаймын. Осыған орай келесіні нақтылағым келеді. Келісімнің 7-ші бабында қауіпсіз емес өнім туралы ақпаратты одақтың интеграцияланған ақпараттық жүйесінде орналастыру көзделген. Біздің білуімізше, одаққа мүше мемлекеттер 2018 жылдан бастап одақ шеңберінде осындай жүйені іске асыру бойынша пилоттық жобаны іске асыруға тырысты. Алайда мүше мемлекеттердің дайын болмауына байланысты бұл мәселе 2 рет кейінге қалдырылды. Одаққа мүше мемлекеттер келісімнің осы тармағын орындауға қаншалықты дайын және Қазақстанның әзірлігі қандай? Рахмет. Сұрағыңызға рахмет. Өте маңызды мәселе, өйткені мына стандарттар, аккредиттеу жүйесін және техникалық регламенттеу жүйелерін цифрландыру бұл тікелей ұлттық экономикамыз және интеграцияның бәсекелестігін арттыруға тікелей өзінің әсерін береді. Сондықтан жаңа өзіңіз айтқандай 2018 жылдан бері Еуразиялық экономикалық одақ шеңберінде осы жүйесін цифрландыру жұмысы жүргізіліп келе жатыр. Оның қауіпсіз емес өнім туралы хабардар жасайтын жүйесін құру, пилоттық жобасын іске асыру. Бірақ жаңа өзіңіз дұрыс айтқан себептерге байланысты бұл мәселелерді 2 рет кейінге қалтыру орын алды. Өйткені әр 5 елдің экономикасы әртүрлі, цифрландыру жұмыстары да әр деңгейінде. Сондықтан бұл жұмыс бүгінгі таңда жалғасуда. Қазіргі күні Еуразиялық экономикалық комиссиясының площадкасында бұл жұмыс жүргізіп келе жатыр. 1 қаңтардан бастап пилоттық жоба біздің мәлімет бойынша комиссиядан келетін 1 шілдеден бұл пилоттық жоба боевой режимдейді, сондай промышленно неге жіберілуге жоспарланып отыр. Сондықтан біз барлық 5 елдің мүдделі мемлекеттік органдар біздің техникалық реттеу комитеті бұл жұмысқа қосылып, бірге жұмыс істеп келе жатырмыз. Ал енді жалпы бұл цифрландыру жұмысын айтатын болсақ, былтырғы өткен жылы өздеріңіз қолдаған жаңа редакциясында техникалық реттеу туралы заң бойынша бұл біраз нормалары 1 шілдеден бастап күшіне енеді. Оның ішінде жаңа цифрландыру жұмыстары да бар. Сондықтан біз өзіміздің деңгейінде ұлттық осындай бірыңғай жүйесін құру пилоттық жұмысын жүргізіп келе жатырмыз. Бұған бүгін 3 комитет, біздің жаңа техникалық реттеу комитеті, ветеринарлық және санэпидемия бақылау комитеттері қосылған. Бұл жұмыста 1 шілдеге дейін пилоттық режимде жүргізіп келе жатыр. Және де одақтық бірыңғай ақпараттық жүйесімен келесі кезеңде біз интеграциялау жұмыстарын жүргізетін боламыз. Сұрағыңызға рахмет. Рахмет. Әріптестер, басқа сұрақтар бар ма? Сұрақтар жоқ. Рахмет, Бақыт Тұрлыханұлы, орныңызға отырыңыз. Қосымша баяндама жасау үшін сөз экономикалық саясат, инновациялық даму және кәсіпкерлік комитетінің мүшесі Рысбекова Ләззат Тұяқбайқызына беріледі. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер, бүгін қаралып отырған Қазақстан Республикасы заңының жобасы туралы Сауда және интеграция министрі Сұлтанов Бақыт Тұрлыханұлы толығымен баяндап берді. Заң жобасының мақсаты Еуразиялық экономикалық одақ шеңберінде өзіне қатысты міндетті талаптар белгіленетін өнімнің бірыңғай тізбесіне енгізілмеген өнімнің, сондай-ақ бірыңғай тізбеге енгізілген, бірақ одақтың техникалық регламенттері қабылданбаған, немесе күшіне енбеген өнімнің одақ шеңберіндегі айналысым тәртібін және мұндай өнімнің қауіпсіздігін қамтамасыз ету қағидаларын белгілеу болып табылады. Қаралып отырған келісімнің ережелері оған қатысты қолданылмайтын өнімді айқындайды. Өнімнің қауіпсіздігін дара кәсіпкерлер ретінде тіркелген жеке және заңды тұлғалар, оның ішінде одаққа мүше мемлекеттердің заңнамасына сәйкес, өмірлік циклының барлық сатыларында
өнімді өндіруді және немесе өткізуді жүзеге асыратын өнімді дайындаушылар, сатушылар және импортшылар қамтамасыз ететін болады. Бұл ретте қауіпті өнімді айналысқа шығару және оның айналысы үшін жауаптылық одаққа мүше мемлекеттердің заңнамасына сәйкес белгіленеді. Сондай-ақ келісімде бірыңғай тізбеге енгізілген, бірақ оған қатысты одақтың техникалық регламенттері қабылданбаған немесе күшіне енбеген өнім, егер ол өнімді айналысқа шығару қағидаларына және одаққа мүше мемлекеттің ұлттық заңнамасында белгіленген қауіпсіздіктің міндетті талаптарына сәйкес келсе, қауіпсіз деп есептелетін болады деп көзделген. Қауіпті өнімнің айналысына байланысты зиян келтірудің және адамның өмірі мен денсаулығына немесе жануарлар мен өсімдіктерге, сондай-ақ мүлік пен қоршаған ортаға залал келтірудің анықталған жағдайлары туралы ақпарат одақтың интеграцияланған ақпараттық жүйесінің ортақ ақпараттық ресурстарында орналастырылатын болады. Алайда бірқатар қауіптер де бар. Көптеген отандық тауарлардың бәсекеге қабілеттілігінің әлсіздігін және бірқатар өнімдер бойынша ұлттық техникалық регламенттердің болмауын ескере отырып, біздің нарыққа сапасыз импорттық тауарлар ағынының арту ықтималдығы жоғары. Бұл жағдайда отандық нарықты қорғау мақсатында қысқа мерзімде ұлттық стандарттарда осындай сапасыз импортқа тосқауыл қою маңызды. Сенаттың тұрақты комитеттерінің осы заң жобасы бойынша ескертулер мен ұсыныстары жоқ. Баяндалғанды ескере келе, экономикалық саясат, инновациялық даму және кәсіпкерлік комитеті парламент мәжілісі мақұлдаған Еуразиялық экономикалық одақтың техникалық регламенттерінде талаптар белгіленбеген өнімнің Еуразиялық экономикалық одақ шеңберіндегі айналысының тәртібі және мұндай өнімнің қауіпсіздігін қамтамасыз ету қағидалары туралы келісімді ратификациялау туралы Қазақстан Республикасы заңының Қазақстан Республикасы Конституция 61 бабының 4 тармағына сәйкес қабылдауды ұсынады. Назарларыңызға рахмет. Рахмет, Ләззат Тұяқбайқызы. Әріптестерден заң жобасын талқылауға көшейік. Сөз депутат Қаниев Бауыржан Нұралыұлына беріледі. Рахмет, құрметті Олен Сағатханұлы, құрметті әріптестер. Қаралып отырған заң жобасы Еуразиялық экономикалық одақ шеңберінде техникалық регламенттері қабылданбаған өнім айналысының тәртібі мен мұндай өнім қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған. Келісім аясында одаққа мүше мемлекеттер өз заңнамасында адам өміріне зиян келтіру қаупі бар және одақ шеңберінде реттелмейтін өнімдерді айналысқа шығару тәртібін белгілеу керек. Сонымен қатар, келісім шеңберінде өнімді өндірушілер және сатушылар өнімді айналысқа шығарған кезде өнім туралы толық ақпарат пен пайдалану туралы қағидалардың болуын қамтамасыз етуге міндеттеледі. Бұл өз кезегінде тұтынушыларды айналыстағы өнімдердің қауіпсіздігі туралы хабардар етуге және оларға сапалы өнімді тұтынуға мүмкіндік береді. Келісімді ратификациялау еліміздің нарығындағы өнімдердің қауіпсіз айналысын қамтамасыз етуге және тұтынушылардың құқығын толыққанды қорғауға ықпал етеді. Құрметті әріптестер, аталған заң жобасын толығымен қолдаймын және сіздерді қолдауға шақырамын. Назарларыңызға рахмет. Рахмет. Талқылауға қатысатын басқа депутаттар жоқ. Енді осы заң жобасы бойынша шешім қабылдайық. Келісімді ратификациялау туралы заң қабылдансын деген Сенат қаулысын дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі қосылсын. Дауыс беріңіздер. Нәтижесін экранға шығарыңыздар. Заң қабылданды. Құрметті әріптестер, Еуразиялық экономикалық одақтағы тауарлардың, қызметтердің және капиталдың бірыңғай нарығын қалыптастыру үшін техникалық реттеу саласында біркелкі қағидаларды бекіту аса маңызды. Бұл одаққа мүше елдердің кәсіпкерлеріне тең жағдай жасау және адал бәсекелестікті қалыптастыру үшін қажет. Сонымен қатар, тұтынушылар үшін өнімнің қауіпсіздігін қамтамасыз ету де маңызды екені сөзсіз. Сондықтан бүгін қабылданған заң өнімдердің бірыңғай тізбесіне енгізілмеген, одақтың техникалық регламенттерімен реттелмейтін тауарлардың айналым тәртібін белгілейді. Соның нәтижесінде тұтыну нарығындағы бір топ тауардың қауіпсіздігін күшейтетін құқықтық негіз қалыптасады. Бұл заң азаматтарымыздың мүддесін қамтамасыз етуге қызмет етеді деп сенеміз. Шақырылған азаматтарға рахмет, сау болыңыздар.
Құрметті депутаттар, күн тәртібіндегі мәселе қаралып болды. Енді депутаттық сауалдарға көшейік. Депутаттық сауалдар бар ма? Депутаттық сауалдар жоқ. Олай болса, Сенат отырысын жабық деп жариялаймын. Баршаңызға рахмет. Сау болыңыздар.